қазақтың көне даласында ескі қалалардың бәрі оңтүстік өңірінде болған. Бұған ешкімнің таласы жоқ. Орта ғасырлық қалалардың барлығы осы Шымкенттің баяғындағы Сайрам, Отырар, Түркістан, Құрлық, Жанкент енді көп қой. Сол айтпақшы, енді Шымкенттің де тарихы тым әрден басталады. Біз енді Шымкенттің тарихын күні кешеге дейін, тіпті осы Совет үкіметінің уақытындағы ғылыми зерттеулер бойынша біз анау Ақсақ Темірдің жазбагері Шарафиддин Яздидің жазбалары бойынша 1300 жылдардан бастап пайда болған қоныс деп білуші едік. Бірақ соңғы кездердегі археологиялық зерттеулердің нәтижесінде бұл Шымкенттің орны осыдан 2500-2300 жыл бұрынғы қоныс екені анықталды. Оған дәлел, мәселен, археолог Бауыржан Байтанаевтың тобы зерттеулерінің еңбегінің нәтижесін тапқан жәдігерлер бар. Мына Шымкенттің қырының үстінде, қазір ол қыр туралы айтамыз. Сол жердегі адамдардың мәйіттері және адамдар қолданған заттар осыдан 2500-2200 жыл бұрынғы адамдардың мәйіті және қолданған заттары болып шықты. Міне осыған байланысты біз Шымкенттің қоныс болып пайдаға болғаны 20 ғасырдан арырақ уақыт деп есептейміз. Міне сол тұжырым есепке алынып, былтыр Шымкенттің 2200 жылдығы атап өтілді. Содан бастап тағы бір бізде көп ғалымдар, әсіресе зерттеушілер назар салмай жүрген бір нәрсе бар. Мәселен, біздің өңірімізде заманымыздан бұрынғы 6 ғасыр, заманымыздың 3-2 ғасырлар аралығында өмір сүрген Сағүйсін тайпаларынан қалған төбелер. Қолда жасалған жасан төбелер бар. Мәселен, сол төбелер айтар болсақ, мынау Ташкенттегі Шыршықтан бастап, сонау Жетісу өңіріне дейінгі тау етегінде, өзен жағаларында әлі күнге шейін тұр. Бұл төбелерді мынау жазық жақтағы, арқа жақтағы немесе мынау Шәуілдір, Түркістан, Ордабасы даласындағы қарауыл төбелермен шатыстыруға болмайды. Олар қарауыл төбелер, міндетін атқарған жау қарау үшін. Ал мына төбелер бұл кезінде Сағүйсін тайпаларының көсемдерінің былайша айтқанда резиденциясы, мекені. Жаз шыққан кезде олар сөрге отырған, ел мәселесін шешкен, кейін өлген екен көбісі сөрге жерленген. Енді сол төбелердің бәрін қарасаңыз, судың жағасында, сайдың жағасында, сайдың табанында, болмаса таудың етегінде бір әдемі ыңғайлы жерлерге орналасқан. Енді тура сондай төбе осы Шымкент қаласының орнында кешегі 1944-42 жылғы 1970 жылдарға дейін 4-5 болған. Ескі шалдардың айтуы бойынша, ескі қариялардың айтуы бойынша, мынау қазіргі пресс-автоматтың заводының орнында үлкен төбе болған. Тура сөрден Қошқарат өзені өтеді, Қошқаратаның бойында. Сол пресс-автомат заводы 1942 жылы Россиядан көшіріліп өшірге орнығып жатқан кезде, сөрге завод орнынан біздеп жатқанда, сол төбені тегістеген, сол төбеден бір қап алтын тауыпты деген бір әңгіме шыққан. Ол енді рас, өйткені баяғы Сағүйсіндер өздерінің көсемдерін алтын қорап жерлеген ғой. Содан кейінгі тағы бір төбе мынау Қарасудың бойында, қазіргі Шымкенттегі Жанкелдің көшесінің бойында болған. Оны 70-ші жылдары, 65-ші жылдары сол жерде үлкен этажда көп қабатты үйлер салатын болған екен, оны да тегістіп тастаған. Ал енді қазір сол төбенің сұлбасы және орны Шымкент қаласында үшеуі жатыр. Біреуі Дулати мен Рысқұлов көшесінің қиылысында, мынау бұрынғы Шымкенттің шет жағында. Екіншісі мынау Ленгерге шыға беріс жерде Қапал көшесі мен Клара Сеткеннің қиылысында. Үшіншісі мынау ескі фосфор заводына баратқан жолдың сол жағында тұр. Міне осы төбелер біздің. Осы төбелер осы Шымкенттің айналасы, Шымкенттің өзі өте көне қоныс екенін меңзеп тұр. Өйткені осы жерде халық тұрған екен, енді сондай төбелер салынған. Міне осыдан кейін Шымкент көне қала, Шымкенттің пайда болған 2200 жыл деген тұжырымы осыдан шықты. Енді бұл нақты бір математикалық тұрғыда дәлелденген нәрсе болмаса да, ол былайша долбарлы нәрсе. Демек, сол уақыттарда ел болған деген сөз. Міне осыдан келіп шыққан. Содан кейін тағы бір бізде ғалымдардың арасында және зерттеушілердің арасында Шымкент атауына қатысты көптеген даулы мәселелер бар. Оны айтайын. Біз баяғыда Совет үкіметінің уақытында орыс ғалымдары қалай айтты, біздің ғалымдар да солай кетті. Және көпшілікті соларға сенді. Мәселен, олар айтады, Шим дейді, жасыл алқап дейді. Болмаса көгалды аймақ дейді. Ол бір жағын айта салады да олар. Көгалды аймақ емес. Шымды жерде ол өзеннің жағасы сазды жерді айтады.
Ол жер әрине көгалды аймақ болады. Ал енді сол жерден ойылып шым ойлады. Шым енді кеше өзімізді ойдық қой, кеше өзімізді көрдік қой. Содан ілгергі осы жердің тұрғындары содан там салған. Ылғи шымнан там салады да, кәдімгі мынау осындай кәдімгі қыштан тұрғызылған там. Сол ылғи шымнан тұрғызылған қалбаған екен шым қала деп аталынған. Ал енді кент деген сөзді парсылардың кент деген сөзі жалғанып Шымкент болған дейді. Ал енді мен парсылардың талай мамандардан сұрадым, парсылардың өздерінен де сұрадым, сендерде кент деген сөз бар ма десем, бізде кент деген сөз жоқ дейді. Сонда қаяқтан шықты ол? Кент деген ескі түріктің сөзі қала, қоныс деген білдіретін нәрсе. Соны енді кеше бұрмалап апарып, ана парсыға апарып жоқ сөзін жабыстырған. Бұл да бір орыс ғылымының евроцентристік көзқарастың бір көрінісі деп білеміз. Міне Шымкент дегеніміз шымнан соғылған қала, былайша айтқан кезде тарқатып айтқанда сондай бір мағынаны берген нәрсе. Енді көне жібек жолының барлығы үш тараммен кететін болса, көбісі осы Тараздан шыққаннан кейін осы Шымкенттің, яғни Сайрамның тұсына келген кезде біреуі батысқа қарай кетеді, отырар жаққа қарай кетеді. Біреуі мынау оңтүстікке қарай кететін тарам Сілем болған. Сол оңтүстікке кететін Сілемнің жолын бойында біздің Шымкент қаласы жатты. Ол кезде Шымкент қаласы әрине Сайрам сияқты, ол кездегі атау Испиджаб, мынау Түркістан, Яссы сияқты, болмаса Отырар сияқты үлкен қала болмағанымен, әйтеуір бір 100 отбасы тұрған бір қоныс болу ықтимал. Қоныс болған енді. Міне жаңағы табылған заттар да археологиялық қазбалардан, содан кейін жаңағы сақ үйсіндерде қалған төбелер де барлығы осыны біздің осы жерде қоныс болғанын меңзеп тұр. Демек, олардан кейінгі заманда да, мына жібек жолы заманда да, мынау 10-шы, 11-шы, 9-шы ғасырларда да осы жерде үлкен қоныс болғанын білдіреді. Содан кейін мәселен оңтүстіктің тарихы әлі күнге шейін тарихи әдебиеттерде көп айтылмай жүр. Оңтүстік болған кезде тек қана Түркістан облысы ғана емес, болмаса Шымкент маңы емес. Оңтүстік деп шартты түрде біз қазіргі Түркістан, Жамбыл, Қызылорда, Алматы облыстарын айтамыз. Оған Ташкент облысында қосыңыздар. Менің өзім бала кезден қызыққан осы оңтүстік тарихы болды. Себебі көптеген, мен мысалға өмірімде бір 8.000 аса кітап оқыған адам, бүкіл университеттің тәлім тәрбиесінің білімін сол кітаптар берді маған. Сонда мен көп әсіресе тарихи кітаптарға баса назар аударып оқыдым. Сонда енді біздің оңтүстіктің тарихы айтылмайды. Содан кейін мен осыған шын мана кірістім. Кейін қарасам бүкіл қазақтың барлығының ешқандай жасыратын да нәрсе жоқ, ашық айтатын, бұл бір мақтанышпен айтатын нәрсе. Бүкіл қазақтың тарихын бар оңтүстікке байланысты. Бізбен байланысты ол, өрбіген. Айталық, мәселен сізге. Баяғы сақ үйсіндер, одан кейін түркі қағанаты, қарлұқ қағанаты, түргештер, қараханиттер, барлығы осы оңтүстікте болды. Өзінің ордалары оңтүстікте болды. Одан кейінгі ең тарихта көп айтылатын Шыңғысхан шабуылы. Ол да осы оңтүстіктен Отырар арқылы Шымкент арқылы Сайрам арқылы өтті бірінші. Одан кейінгі әлемге белгілі тағы бір жиһанкез Ақсақ Темірдің қанқұйлы соғыстардың бәрі Шымкентке байланысты болды. Тура оңтүстікке байланысты болды. Оның Шарафет Ниязды деген жазбагері Ақсақ Темірдің мына Қытайға баратқан жорығында Шымқалаға келіп айылдаған жазады. Ол енді нақты дерек айтылған. Міне осындай кептердің бәрін еске алатын болсақ, Шымкенттік және оның ішінде оңтүстіктің қазақ тарихы үшін қандай маңызы бар екенін білуге болады. Бұл енді қазір зерттеуден сәл тыс қалып келе жатқан нәрсе. Жақында ғана мен мынау Шымкент қаласының тарихы деген, Шымкент қаласының 2000 жылдық тарихын, 2200 жылдық тарихын қамтыған кітап шығардым, зерттеу кітап. Енді онда тек қана бір құрғақ цифрлар тізіп қойған жоқпын, сол цифрларды сөйлетуге ұмтылдым және соны публицистикалық тұрғыда жазып шықтым. Өйткені жаста кәріде оқса бірде түсінетіндей қылып. Мен осы жерде, сол жерде Шымкенттің әр кезеңдік тарихтарын тарау-тарау қылып, 41 тарау қылып бөлдім. Мысалға, бұл жерде Шымкент көне жұрттар мекені, Шымкент атауының сыры неде, ислам Шымкентке алғаш келген, Шымкент Шыңғысхан шапқыншылығының тұсында, Шымкент Қазақ хандығының тұсында деген осындай тараулармен беріп кетеді. Кешегі бүкіл заманның бәрін айтылып келіп, бүгінгі тәуелсіздікке шейін тіреледі. Енді сізге айтайын, Қазақ хандығы шартты түрде оңтүстік деп аталатын, мына өзіміздің іргемізде отырған Шу бойында құрылды. Міне оңтүстіктің тарихы қандай маңызы бар Қазақ хандығының. Ал енді Қазақ хандығын алғаш құрған Керей мен Жәнібек, одан кейін бұрындық хандар, одан кейінгі Бұйдашта, Тәуекелде, Есімде, Жаңғыр ханда кешегі Тәуке ханға дейінгі барлығы қазаққа шекарасын кеңейту мақсатындағы ордалы елдің бәрін басын біріктіріп бір ордаға
тіктіру жолындағы күрестердің бәрін оңтүстікте өткізді. Бірінші оңтүстіктен бастады. Өйткені бұл жерге, бұл сыр бойындағы қалаларға, әсіресе Шымкент, оның ішінде Шымкентте бар Қаратау өңірі, Сайрам төңірегі, бұл жерге кімдер қызықпады? Бұл жерде кезінде Қазақ хандығы енді құрылып жатқан кезде Бұхар хандығы жаулап алды қанша жыл. Тәуекел хан Бұхар хандығымен қанша жыл соғысты оңтүстік үшін. Есім хан 7 рет соғыс өсті Бұхар хандығымен. Міне осы соғыстардың барлығы жаңа кітапта көрсетілген. Енді тағы бір бергі тарихты айтайық. Арғы тарихтың бәрін ақылы сыпырып алып келдік. Бізде оңтүстікте тағы бір Шымкенттің тарихына қатысты біраз айтылмай жүр ғылымда. Біздің ғылымда, әдеби ғылымда. Оны біраз ғалымдар зерттеді. Ал біздің қазақтардың ішіндегі ғылыми әдебиеттерде жоқ. Мысалы, қазақ-қырғыз қақтығыс. Біз бас салып қазақ пен қалмақ соғысын айта береміз. Әрине енді 1520 жылдан бастап 1771 жылға шейін жалғасқан, 200 жылдан аса жалғасқан соғыс, қазақ-қалмақ соғысы, 7-8 атаға жалғасқан сұрапыл соғыс әрине көпшіліктің санасына сіңіп оқылады. Ал енді оның көп оқытылғаны, көп жазылғаны соншалықты кеше совет үкіметінің уақытта қазаққа басқа ешкім жау болған жоқ, тек қана қалмақ жау болды. Қалмақты оқыта беріңдер дегеннен кейін қалмақ туралы, қалмақ-қазақ соғысы туралы, кинода түсті, қалмақ соғысы туралы қаншама кітап жазылды. Соның әсерінен біздің көпшіліктің санамызда, әзіргі жұрттың санасында да өткен ғасырларда қазаққа қалмақта басқа жау болмаған сияқты. Ал енді қазақ өзінің 391 жылғы кезеңінде кеше Кенесары ханды айтатын болсақ, еш болмаса бір 20-30 жылын бейбіт заман өткізбеген. Ылғи жан-жақтан анталаған жау, шапқан дұшқанмен алысып өткен. Ол тек қана бір ғана қалмақ емес, мына жақта шығыста отырған Моғолстан, түстікте отырған Бұхар, мынау түстік шығыста отырған Хиуа, Қытай, мынау отырған Қырғыз да бізге жау болды. Бұны кеше совет үкіметінің уақытында бір бауырлас халықтардың арасына ірік салады деген себеппен айтылмады. Әйтпесе қырғыздың ғалымдары осы қазақ-қырғыз соғыс жайында том-том кітап жазып, жүздеген ғылыми еңбектер жазып тастаған. Біз ғана үндемей отырмыз. Мен соны көп зерттедім. Мысалға 1740 жылдардан басталып Ташкент төңірегінде қазақ-қырғыз соғысы 1779 жылы Абылай ханның бастауымен болған соғыста қырғыздарды жеңіп бәрі тарқасады ғой, соған дейін жалғасты. Ал кейінгі замандарда мынау бізді Қоқан хандығы басып алған уақыт кезінде деді бұл екі елдің майда-шүйде шапқыншылығы, арадағы шапқыншылығы біткен жоқ. Қырғыздар тек қана 1947 жылы Кенесарыны өлтіріп қана барып тынышталды. Оған дейін қаншама қазақтың батырларын өлтірді. Біздің батырлар оның қаншама батырларын өлтірді. Бұл да бір сұрапыл жайғыз. Енді тарих қазіргі көзқараспен біреудің көңіліне тием деген нәрсемен емес, болған күйінде зерттелмек, жазмақ лазым. Сондықтан да мен осы қазақ-қырғыз соғысы жайында мына кітапта да жаздым, бір 2 роман жаздым ол туралы. Енді бір тарихтың ол да бір беттері ғой. Содан кейінгі ең тағы бір оңтүстіктің, әсіресе Шымкенттің қатысты айтылмай жүрген нәрсе Қоқан соғысы, Қоқан басқыншылығы. Кез келген қазақ тарихын алып қарасаңыз, энциклопедияны алып қарасаңыз да былай деп жазылған. 1808 жылы оңтүстік Қазақстанды Қоқан хандығы басып алды дейді, болды. Басқа еш нәрсе жоқ. Соған қарап отырып ойлайсың, қоқандықтар келгенде қазақтар өздерінің шаһарларын қақпастан аша салды ма? Болмаса келдегі олар келгенде иіліп қарсыла салдық па деген әсерде боласың. Ондай болған жоқ. Үлкен соғыс болды. 1808 жылы Шымкентке алғаш қоқандықтар 17.000 әскермен, оның ішінде 10 зеңбірегі бар. 400 мылтығы бар. Бұны қоқандықтар әдемі жазып кеткен. Бадамның үстінде қырға келіп тоқтайды, Шымкентті жаулау үшін. Онда үлкен қалып қалған Шымкент. Сол кезде біздің мынаяқтағы жергілікті батырлар жиналып, бір 7000-дай қол жинап қоқандықтармен қатты соғысады. 2 апта қалаға кіргізбейді. Ол кезде қалада мынау қазіргі қорған бар. Қорған туралы айтамыз қазір. Сол қорғанның астында ел бар, халық бар тұрған. Міне осы 2 апта бойы соғысып, сонша басым күші бар, Қоқанға берілмей ақырында берілді. Бұл 1808 жылдың 23 қазаны күні. Шымкент осылайша Қоқан хандығының құрамына кірді, басқыншылығына. Олар ары қарай 2-3 жылдың ішінде сонау Ұзынағаш, мына жағы сонау Аралға дейін басып алды. Сөйтіп 55 жыл бізді биледі. Ол бір заман Қоқанның залымдығы, Қоқан хандығының залымдығы. Қалмақтың залымдығынан ойсап түскен. Ол қалмақ қазақтармен араласып отыра берген, бір-бірімен қызалысып, малын бақтырып, басқа енді үлкен-үлкен соғыстар болды ғой. Ал енді Қоқан дегеніңіз өзі
Ол тек қана қазақтарды басып отырғаны сондай. Олардың зұлымдығында шек жоқ. Қазаққа 34 түрлі салық салған. Ол салықтың біреуі қыз салығы. Осы Шымкентте зекет жинайды. Әлгі зекеттен салықтың түрінің бәрі бірінші Шымкентке жетеді, Ташкентке апарады. Сондай қала болған. Шымкенттің өзінде Даруғасы отырған. Мынау ескі қорғанда 400 қарулы әскер отырған және билеушілер отырған. Міне бұл да үлкен тарих. Шымкенттің тарихына келгенде. Енді біздегі көп Шымкент туралы жазбалар орыс кезінде, орыстың отаршылдығынан кейін жазылды. Мен Ташкенттің архивіне 32 мәрте кірген адаммын. Совет үкіметінің уақытында және кейінгі жылдары. Кейін олар есікті жауып қойды біз үшін. Қазір кірмей қалдық. Сол жерде 1864 жылы генерал Черняев келіп Шымкентті жаулайды. Күзде, сентябрь айында. Содан кейін Ташкентке барады, Ташкентті ала алмай кері қайтады да, сол жылы Шымкентте орнығады. Содан келгеннен кейін бұл жерде Шымкентте қазіргі мына Ордабасы деген алаң бар. Бұрынғы Куйбышев алаң, алдындағы Ленин алаң. Сол жерде олар алғашқы орыстарға арнап, орыстың әскерлерін арнап казарма салдырады. Ол қазіргі мына ескі Ордабасы деген қонақ үй тұр, соның орнында. Соның қарама-қарсы бетіне өздерін арнап үй салады. 1865 жылдан бастап Шымкентті батыс үлгідегі қалаға айландыра бастайды. Сол жерде, тура сол жерден мынау солтүстікке қарап ұзын көше тартады. Оның көшенің алдымен Сарская, кейін Николай деп аталады, ол Қазыбек би көшесі болды. Содан көлденең өткен бірінші көше Мешанский болады, ол Түркістан көшесі. Одан кейінгі Садовый көшесін құрады. Бұл Садовый кейін Черняев болды, кейін Сталин болды, кейін коммунистік болды. Міне, осылайша Шымкент ақырын батыстық үлгіде қалаға айнала бастады. Енді қызық. Сол жердің бәрі су болған. Бұл жерде қазір көл бар ма, Шымкенттің базарындасындағы. Орыстар алғаш келген кезде, сол Қазыбек биді, қазіргі Майлықожа көшесі, Түркістан көшесінің бәрі мына көлдің маңайының бәрі әр жерден бұлақ шығып жатқан сазды жер болған. Орыстар осы жерден екі үлкен арық қаздырады, сөйтіп суды тартады. Суды тартып барып, жаңа Қазыбектің бойына үйзілер салады, әрнесі салады ғой енді, почта салады. Сөйтіп мына қазіргі орталық парктың орнына тұрған орнынан бірінші рет қалалық сатты 1884 жыл егіледі. 1986 жыл ол парк ашылады. Екінші парк, мынау Соборный сад дейміз, қазір Кембаба. Соны ашады. Сол жерде бір қызық, мен Ташкентте сурет тауып келдім. Сол паркты, анау Соборный сад деген тек христиандардың баратын паркі ғой. Соның есігінің алдына жазып қойған. Киргизам сартами собакам вход запрещен. Кіргізбейді. Ана шіркеу салынды кейін. Бұл кешегі Совет үкіметінің орнағанша тұрды ол жазу. Міне, осындай қызықтар бар. Көрдіңіз ба? Енді қазір сол заманнан салынған орыстар келгеннен кейін, әрине біз бұрынғы құрылыстардың бәрін, енді ол жердегі Қоқан хандығында, оның ар жағында салынған құрылыстардың бәрі көп шыдаған жоқ, олардың бәрі қирап қалды. Енді үйлер ғой олардың бәрі. Көбінесе бұлар мешіт салады. Мысалға 1958 жылы алғаш рет үлкен мешіт салынған. Оны қазақтар салған. Шыңғысбай ата мешіті орталық мешіт болып сол тұр. Оның бірақ дуалы сақталып қалып, қалғандарын бәрін бұзып кейін салды. Ең көне ғимарат қазір Шымкентте сол сақталып тұр. Бірақ дуалы сақталып тұр. Батыс бетінде оны көруге болады барып. Содан кейін 1896 жылы салынған уездік кеңсе бар еді. Қазыбек би көшесінің бойында. Оны қайбір жылы өртеніп, ол құрыды. Содан кейінгі салынған ескі ғимарат 1896 жылы құрылысы басталып, 1904 жылы біткен жаңа Соборный сад деген айтып тұрған, қазір Кембаба паркінің ішіндегі шіркеу. Ол қазір тұр. Ол шіркеудің ішінде кезінде техникумда болды, кітапхана да болды, қоймада отырды ол жерде. Содан кейін пионерлер үйі болды ол. Қазір жасөспірімдер театр отыр ішінде. Енді орыстың ескі шіркеуінің ішінде мынандай тәуелсіз Қазақстанның, әсіресе Шымкент сияқты 3-ші мегаполистің жасөспірімдер театр отырғаны жай жараспайды. Сол театрды ауыстыру керек, басқа бір ғимарат салып.
мен білетін ғимараттар осы өткен ғасырда салынған, арғы ғасырда, 19 ғасырда салынған. Ал басқа ғасырда, тек 20 ғасырда салынғандар бар, енді олардың ретімен айта берем. Солақ бір 4-5 ақ қалды, қарасаңыз. Енді Шымкентте алғашқы өндіріс орны 1884 жылы Сантанин заводы болып ашылды. Яғни, мынау дермені қайнатып дәрі жасайтын. Оны орыстың бір Иванов деген көпесі салған. Ол 1984 жылы алғашқы өнім берген. Ол сол кезде дермені өзі әлем бойынша 3 жерде өседі. Оңтүстік Африкада, Египетте және бізде. Мына Пфаф деген немісті бір химигі кеп көреді, дермені өсіп жатыр Шәуілдірмен Арыстың даласында. Содан кейін Иванов деген көпеске барып айтады, ойбай, Қазақстанда дейді, ана бір дермені деген жайқалып тұр. Қазақтар әше қайнатып жеді екен, жөтелгенде, әйтпесе бір малдың астында түйенің тұяғына, сиырдың тұяғында басылып жатыр дейді. Барып көрсең болады дейді. Қайырда пайда табуды ойлап жүрген Иванов деген екі өкпесінің қолына алып шауып келсе, шынымен жайқалып тұр. Сөйтеді келеді, Шымкенттің уезінің бастығына айтады, ойбай, маған бір жерден жер бер дейді, мен завод салам, мынандай дәрі шығады ол. Ол кезде ол дәрі өте қатты болған, мына шөт өтін, мына өкпе ауруына қатысты дәрілер ғой, қарсы дәрілер. Содан кейін Шымкент уезі бастығы Логинов оған жер береді, мынау қазіргі Химфарм завод тұрған жерден. Сөйтіп ол Алтони қаласынан Германиядан 2000 шақырымдық жерден 1 жыл бойы аппарат тасиды. Ешекпен, түйемен, онда пойыз жоқ, адаммен жоқ қой. 84 жылы соны іске кірістіреді. Алғаш 17 жұмыс істеген екен, 17 адам жұмысшы болған. Кейін ұлғая береді ғой. Бұл совет дәуір орнағанға дейін, одан кейін де бұл Химфарм заводы Шымкент үшін үлкен маңыз атқарды, өндірістік маңызды. Енді оның жанама тарихы да бар. Сол Ивановтың әйелі Мария Ивановна деген кісі бұл Шымкентке көшіп келіп отырған ғой өздері. Мына қазақтар, мұсылмандар үшін өте көп қайырымдылық жасаған адам. Жаңа Мария Ивановна. Ол мынау қазіргі біз Айгүл магазині дейміз, мынау Жанкелдің көшесінің бойында тұрған. Соның артында училищенің орны тұр. Сол училищенің жанында ескіден келе жатқан 11-12 ғасырлардан қалған Дербиш Әулие дегеннің моласы болған күмбезімен. Үлкен мазар болған сол. Мазардың орны әлі жатыр сол жерде. Аздап білінеді. Сол жерден мұсылмандарға да мешіт салып береді. Ол Қаты мешіт деп аталады. Ол кеше 30 жылға шейін тұрды. Кейін бұзылды ол. Содан кейін ол кісі мұсылман жұртына арнап дәрісі арзан аптека салады. Қайырымдылық көп істеді. Оның бір Мария Ивановнаның атымен аталатын әлі күнге шейін өшпей келе жатқан, жаңа мешітте қирады, басқаларда аптекаларда қирап кетті. Бір нәрсе бар. Хатын көпір атауы. Шымкентте Хатын көпір деген жер бар. Атақты жер, оны жұрттың бәрі біледі. Темірланға Түркістан қарай шыға беріс жолда. Ол қазір енді қаланың ортасында қалып кетті. Бұрын шеттеп еді. Соны ілгерде біз жаз кезімізде біреулер газетке жазды, ойбай, соғыс кезінде жабылып қатындар көпір салған екен, содан Қатын көпір аталды деп. Расын айтқанда мен соған сеніп жүрмін. Бір күні бір документтерді ақтарып отырсам, 1900 жылы Қатын көпір деген атау жүр. 1913 жылы Қатын көпір деген атау бар. Содан кейін 1930 жылы Шымкент ауданында ашылған кезде Қатын көпір ауылдық кеңесі бар. Сонда 1943 жылдары бұл көпір салынса, ар жақтағы атау қаяқта жүр ғой. Соны зерттеймін ғой, ары бері жұрттан сұрастырамын. Үлкен қариялар білетін бар, кейін документтерін тауып алдым. Сөйтсем, бұл жаңа Мария Ивановнаның атымен байланысты. Ол былай болған. Кәдімгі Қошқарата су сол Қатын көпірге барған кезде ары қарай арық жоқ. Тіке жайлы бағып кетеді екен, ары қарап. Сөйтіп, Тұрлан тіске експен, мынау Темірланға шыға берісте, кәр Бадамға бұрылатын жерде үлкен өзеннің орын жатыр. Ілгері заманда үлкен өзен болған ол. Ол таудан басталып келеді. Соған барып құяды. Ал енді Шәуілдірмен Арыс жақтан атпен, ешекпен, арбамен қазақтар дермене тасиып бері қарай заводқа. Анерге келгенде батпаққа бататта қалады. Былай айналып жүрсе ұзақты жолды, бұна тіке жолды. Сода Мария Ивановна үлкен көп жұрттарды жинайды да, жаңағы Қошқаратаның жаңа арнасын қаздырады. Қазіргі Телман деген ауылдың ортасымен өткізіп, ары қарай жаңағы неге қосшы береді. Ал тура жаңағы ат арба өтетін жерге көпір салдырады. Өзі. Содан Қатын көпір аталады. Сол көпір әлі тұр. Бірақ енді кейінгі заманға цементпен басқамен өзгерткен ғой. Міне осындай Шымкенттің бұл да бір жұртты қызықтыратын бір кішкене тарихы. Қорғанға келейік.
Қазір Шымкент қаласының бір кезде әкім болып келген Айтаханов деген жігіт мынау Цитадельді Бауыржан Байтанаевтың бастамасымен қолға алды, салуды. Әрі туристерді тарту көріп, әрі бұрынғы Шымкенттің қандай қала болғанын көрсету мақсатында. Негізінде 1580 жылдар салынған бұл. Бізде Шымкентте адамдар қазіргі ескі қаланың мына Айтеке бидің көшесінде Қошқар-атаның жағасында отырған. Ескі қала. Төбеде ешкім болмаған. Бұл төбеге кейін қоғандықта бұхарлықтар келгеннен кейін, сөйерде бұхарлықтың наместниктері, яғни өкілдері отыратын жерге халықтан сәл оқшауланып отыр ғой биліктері. Сөйерге қорған салдырған. Қорғанның ұзындығы Өзбек архивіндегі, Өзбекстандағы архивтердегі жазбаларға бойынша есептесек, ұзындығы 120 метр болған. Ені 80 метр болған. Қоған. Сонда төбенің басында ғана тек қана ол жерде билеу штаб отыр. Ол жерде билеу штабқа арналған үйлер болды. Жанында өзінің қорғаушы солдаттар отыр. Қазір енді біз мынау қазіргі салынған Цитадель өте үлкен. Үлкен қылып жіберген. Бірақ енді туристер тарту үшін сол да керек шығар. Сол қорған кешегі 1930 жылдарға шейін тұрды. Шетіне мүжілді, құлап, төбеге айналып кетті бәрі. Мына орыстар алғаш 1864 жыл басып келгенде, бізді басып алған кезде, сол қорғанның суретін салған. Ол бар, бұна интернетте жүр, көрсеңдер болады. Бірақ олар бір шетін. Мынау солтүстік жағындағы қорғанды ғана салған. Енді ол қорғанның ішінде мына археологтар кейбіреуі маған айтады, бірақ мен оларға келіспеймін. Ол жерде көп үй болған және бастаулар болған дейді, су шығатын. Өрде бастаулар болмаған. Төменің үстінде бастау шықпайды. Қошқар-ата қайда? Төменде ғой. Өйткені Шымкентке елдің қоныстауының өзі осы Қошқар-атаға байланысты. Өйткені су таза, әдемі жер. Ол жерде ну болған оның кезінде, енді қалқан қайда, ауасы таза. Міне сондықтан енді қайырде өзімізді сөрге жүріп әсіресе бұлақ болса. Ал Қошқар-ата таудан ағып келмейді. Мына бір жырадан мол болып шығып атқан өзен. Халықтың пайдалануында суын ішуі оңай. Ал ол мына төбеге шықпайды. Еш уақытта. Төмен оны ешкім шығармайды, қазіргі дастарспен тартпаса. Ал бұхарлықтар суды сонау Бадамнан тартқан. Қазіргі Шапаевка деген елді мекен бар. Бұрын Шапаевка деп атаймыз. Соның үстінен арық тартқан. Сөйтіп арық тартып, қазіргі вокзалдың мына оңтүстігімен алып келіп, Светобор деген магазиннің жанынан бұрынғы қиыстырып алып келіп, қорғанның ішіне кіргізген сол суды. Ол арықтың орнында кешеге 30-40 жылға шейін жатты. Мен оны арықтың көзін көрген, сол арықтан су ішкен, сол арықпен жұмыс істеген қариялардың талайын көрдім. Түрік қарияда кейін көшіп келгендер. Ал қазақтар сол суды пайдаланған, кеше колхоздар ашылған кезде 30-40 жылдары сол арықтан, сол арықтың суын пайдаланған. Міне, осы бір нәрсе. Ал 20 жылдардағы құрылыстардан Шымкентте тек қана қазір Совет үкіметіне салынған ғана құрылыстар қалды. 1000 айтпақшы Совет үкіметі ашылмай тұрып, келмей тұрып, 1914 жылы монастырь салған патша үкіметі. Қазір Ильяев пен Шәмберден көшесінің қиылысында кейін саз мектебі болды, Жамал Омаров атындағы 2 этажды ғимарат тұр. Ол ғимарат әлі де 200 жылға тұратын шамасы бар. Соны бұзбақшы қазір. Бұны бұзбау керек еді. Ол 1914 жылы салынған, ең көне ғимараттардың бірі. Содан кейін Ильяев пен Ақпан Батырдың көшесінің қиылысында 1915 жылы салынған орыстың көпесінің үйі тұр. Бірақ сол үйді қазіргі заманға қарап, қазіргі иесі жөндеген, бірақ формасын сақтап қалған. Көрсеңдер болады. Бұл 20 жылға шейін ғимарат осы екеу. Міне. Ал 1936 жылы социалистік үй болып салынған, кейін қалалық партия комитеті болды, ауыл шаруашылық басқармасы болды, қазір қалалық оқу бөлімі бір Еңбекші ауданының әкімдігі отыр, бұрынғы ескі қалалық партия комитетінің кен бағының жанында. 1936 жылы салынған. 1936 жылы салынған облыстық аурухананың емханасы сақтаулы тұр. Қазір 1977 жылы салынған орталық поштаның ғимараты сақтаулы тұр. Міне, осы ғимараттар ғана. Содан кейін 1931 жылы салынған
Арал рестораны кейін жігер болды. Қазір біреу жөндеп соны қайттан ресторанға алайын деп жатыр ма? Мына Қошқараттан тура бойында тұр. Ескі ғимараттар осылар. Менің есімдегі тұрған қазір қалада. Басқасын бәрі қиратып біттік. Енді бір өкінішті 1949 жылы салынған Қазыбек бидің бойындағы енді өте мықты тұрған мектепті, 8-ші мектептің қазір қиратып тастапты. Оны жөндесе ол дағы 200 жыл тұрады. Қазір құрылыстардан мықты негіз мойындаса. Олар бәрін сақтау керек еді. Мысалға Ташкентте ескі ғимараттар өте жақсы сақталып қалған. Николай көшесі Совет көшесі болып ауысуы 1900 жылы Совет үкіметі орнаған кезде сол көшеде уездік орталық болған, уездік кеңсе болған. Сол жерде бірінші рет советтердің жиналысы болады да, осыдан бастап бұл көше Совет көшесі болса, Советский көшесі аталып кеткен. Осындай қызықтары бар. Мысалға, әр мынау нені айта берсем, кітап бойынша Шымкент туралы әңгіме айта беретін болсам, ол өте ұзаққа созылып кетеді. Бір қызық нәрсе айтайын. Кез келген адам өзінің жүрген жерін, өзінің көшесін, өзінің тұрған үйін, бір тарихын білген абзал. Мен көп адамдардан сұраймын. Білгішпін деген, тарихшымын деген адамдарға. Білсеңдер айтыңдар, Шымкентке қай жылы шам келді, Ильич шамы деп атаймыз ғой, жаңағы жарықты. Қай жылы келді? Сол сұрақтан тосылады. Шымкентке қай жылы алғаш рет трубамен су кіргізілді? Ең бастысы, Шымкентке қай жылы асфальт салынды? Вот мәселе. Осының барлығы шейін бір елемейтін бір директор сияқты, ал шынып келгенде бұның барлық тарих. 1923 жылы алғаш рет қалалық уездік орталыққа, кеңсеге мотормен беретін свет орнатылған. 1938 жылы қазіргі МЖК дейміз, май сығатын заводта, соның жанында бірінші тоқ өндіретін өндіріс. ТЭЦ дейді жүр ғой, жылу электр станциясы салынған. 43 жылы мынау Қошқараттың басына сумен айналдырып тоқ беретін 2 мотор тұрған. Ол мотор кешеге шейін тұрды. Оны көзім көрді мен, кейін алынып тасталды. Ал Шымкентке алғаш асфальт біздің ең басты көшеміз осы 60-70 жылға шейін Қазыбек би көшесі болған, бұрынғы Советский көшесі да, кейін мына коммунистік көшесі болды ғой, үлкен көше. 1959 жылы алғаш рет асфальт салынған сол көшеге. Одан кейін ары қарай асфальт салынып кете берді көшенің бәріне. Енді қазір қаламыздың келбеті әрине заманға сай жақсы өзгерді. Жақсы өзгергенде бұрынғы Совет үкіметінің уақытында салынған ғимараттардың, үйлердің қаншауы тұр. Олардың бәрі тарих. Олардың бәрі ешқандай санамыздан сыпырып тастай алмаймыз. Мына отырған орнымыздың өзі, қазіргі екеуміздің сөйлесіп отырғанымыз ғимаратымыз өзі 1964 жылы салынды. Осы төбесі үй болып. Бұны кез келген мына тұрған адамдардың өзі білмейді көбінесе да. Енді осылай айта берсем көп қой. Мысалға Совет үкіметінің уақытында біз қанша жамандағанымызбен, ол уақытта біз батыстық өркениетке жақындадық, ілім білімді зорайттық. Өндіріс орындары салынды. Шымкентте бір ғана Шымкенттің өзіне соғыс жылдары 16 завод көшіп келді. Одан кейін қанша алып заводтар салынды. Фосфор заводы кезінде 8-9 мың адам істеген, 7 мыңдай адам істеген қорғасын заводы, 6 мыңдай адам істеген шина заводы. Бұның барлығы енді алып кәсіпорындар тұғын. Сол алып кәсіпорындар Шымкенттің мына шағын аудандарын, ықшам аудандарын салып кетті. Қалаға қала қосты. Енді осының барлығын айтпай кету тарих үшін күнә. Енді біз тек қана айта береміз. Тарихты айтсақ, біз тарихтың қаралы беттерін қазуға өспіз. Анандай болды, мынандай болды. Өткен заманда да ата-бабаларымыздың жайсаң күндері, жайдары, кездері болды. Бірақ көп болған жоқ. Қанша дегенмен қазақ халқы тарихтың өн бойында азап тартып өтті. Қиыншылық көрді. Сонда да бірақ әйтеуір аман қалып бізді өмірге әкелді. Ал енді сол ата-бабаларымыз жасаған өмірді, сол ата-бабаларымыз өмір сүрген уақытты біз қалайша жоққа шығара аламыз? Олардікінің бәрі дұрыс емес, біздікі дұрыс деп қазір кеуде ұратындар болып, сонда олар аспаннан салбырап түсті ма? Осының бәрін. Соның бәрі тарихты білмеушілік. Қазір жап-жас балдар қазақты жамандайды. Қаяқтан сіңген пиғыл екенін білмеймін. Басқа ұлтты көрдім бе өз ұлтын жамандағым? Мен мысалға салыстырып айтайын сізге. Бұл енді эфирге айтылатын әңгіме ме, айтылмайтын әңгіме ме, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Ол отан соғысында жарты Украина сатқын болды. Немістер қызмет етті. Беларусьтың жартысы сатылды. Молдовада сөйтіп сатылды. Орыстардың қаншасы сатылды. Бірақ солар орыс сатқын, Украина сатқын деп айтып жатыр ма? Айтпайды ғой, ұлтын атын айтпайды. Кінәласа жекелеген адамдар кінәлайды. Ал бізде бір-екі адам айтысып қайса болды, қазақ сондай қойып шыға келеді. Бұл не деген сұмдық? Бұл қаяқтан сіңген пиғыл деймін.
Ол анау әке шешесінің өзінің тарихын, өзінің кім екенін білмей жүрген қатындар айтады ғой тағы да бұндай әңгімені. Осының бәрі тарихты білмеушілік. Тарихты бөлекше оқытушылық. Өйткені басқа ұлттың мәдениетіне бет бұрушылығымыздан туған нәрсе. Ал енді өзімізді тұнған мәдениет, тұнған тарих жатыр. Сол тарихтың барлығы өзіміздің отанымызды, өзіміздің үйімізді, өзіміздің ауылымызды, өзіміздің көшемізді, өзіміздің киіп жүрген киіміміздің тарихын білуден басталады. Болды, осымен жетті. Енді жоқ, тағы да бір сөз. Осы сіз тарихты түгендеп жүрсіз. Тарихты түгендеу негізі тәуелсіздік алған жылдардан басталды ғой. Сол екеуін сәл ғана ұштастыруымыз керек. Мен мысалға ең бірінші осы кейіп қосшы бересің. Мен 5-ші класстан шежіреге қызықтым. Кім-кімнен туылады. 10-ші класста мен өз руымды жатқа айтатынмын. Түгел 15 ауылды жайлайтын. Одан кейін шежіре шұғылданып кеттім. 8 облыстар аладым шежіресіне, 300-дің шежіресін жидым. Солармен қатар мен батыр билердің сол кездегі аты шыққан бүкіл адамдардың тарихын жинай бастадым. Содан кейін мына тарихқа кірістім. Енді қараңыз. Біреулер айтады, Совет үкіметінің уақытында намаз оқытпады, андай-мындай дейді. Оқытпаса жастарға оқытпаған шығар, жастар оған мойын бұрмаған шығар. Мешіт істеді сол кезде. Біздің әкелеріміз ораза тұтты. Айтты да. Ешқандай бір қысым болған жоқ, бір 30 жылдар болған шығар бір қысым. Бұл желеу оның барлығы. Сол кезде Әлкей Марғұландар Совет үкіметінің уақытында Қаныш Сәтпаевтар қандай жұмыс істеді? Олардың жұмысына қаратың Совет үкіметінің саясатының аясына сыймайды, бірақ олар істеді соның бәрін. Заманға қарай ауатын ғалымдар бар. Заманға қарамай, заманның ағысына қарсы жұмыс істейтін ғалымдар бар. Оны да білу керек. Біз бір нәрсе болса заманды кінәлап шыға келеміз. Мен айтайын сізге, дәл мен 80-ші жылдары көрген, мен сонда жап-жас баламын. Кез келген әңгімені жаттап алатын басыммен тафон кез. Мен көрген шалдардың, қариялардың әңгімесін, ескен әңгімесі, дана қариялардың, қазір қариялармен салыстырмаймын. Сонда анау қазақтық әңгімешілдік дәстүрді ұстанып келатқан қариялардың соңғы тұяғын көрген екен. Сол дәстүрді қазіргі шалдар дәстүрді жалғап қалмаған, ортада көп үзіліп қалды. Оған да заман кінәлі емес қой. Оған адамның өзі кінәлі. Немқұрайлылық кінәлі. Ойбай дейді, біз дейді азаннан кешке шейін совхоздың жұмысын істеп дейді, есімізден шығып кетті дейді. Анау шежіреш қария өз ауылының тарихын білетін, өзінің руының шежіресін білетін кісі де тарихтар айтады. Ол да колхоздың кетпенін шапты. Міне, адамның санасына берсін деген сөз. Ал енді тәуелсіздік жылдары әрине көпшілік заманға қарай ауады. Қоғам қалай жүреді, солай жүреді. Амал жоқ оны. Мұхтар Шахановтың өзі айтады, 99% адам дейді, еліктеумен күн кешеді дейді. Сол 1% жұмыс істейді екен деген да сөзі. Енді ол қаншалықты оның кісінікі дұрыс екенін білмеймін, бірақ көпшілік қоғамға қарай ауады. Ал енді дінге жуазысы емес, жұрттың бәрі діншіл. Жастарымызға шейін діншіл. Мен жастардың діншіл болғанын өте жақтырмаймын. Адам жас деген білім оқу үйрену керек. Неге 47 мұсылман елі бірде-бір әлемдік бренд жасап шығарамайды техникалық жағынан? Мақтанамыз тағы бәрі мұсылмандар ойлап тапты деп. Алда тауыпты мұсылмандар. Неге өркендемей қалды? Сол себепке қарау керек қой. Салдарға қарау керек. Сол сияқты адам өзі қызыққан нәрсеге қазір енді барлығы мынау оңай болып кеткен сияқты. Балдарға айтамын, анау шұқылап отқан телефоның заряд таусылады, соғысып сен де таусыласың тез. Анаған еліктей берсең. Сен одан да ойламайсың, осы Жапонның титтай балдар, Американ титтай балдар ойлап тауып отыр, сен неге соны таппаймын деп ойлайсың. Біздің елде тағы бір нәрсе бар. Олимпиада чемпионы осы басқа көтеріп келеміз. Америкаға барып 5-ші класс, 6-ші класстың, 10-ші класстың баласы олимпиадада жеңіп келсе, мысалға математикадан, оны біз тіпті ұмыт қалдырамыз. Неге сондай балдарды көтеруіміз керек? Ғылымды алға жылжытатын. Жоқ, аға, енді тағы да айтайын. Кейде өзің кесіп аламын. Кесіп аламын, бұл әңгіме күшті, бірақ енді эфирге емес. Өзім үйіп кетіп қойған. Нені, осы қасиетті шырайлы Шымкентіңізге, тәуелсіздікке, елге, жерге деген сіздің өзіңіздің тілегіңіз, рахметіңіз, алғысыңыз. Енді қалаға деген әрине менің алғысым ол. Қалада мен білім алдым, қалада жұмыс істедім, қалада адам қатарына қосылдық былайша айтқанда. Осы қала мені
осындай дәрежеге жеткізді. Барлық шығармаларым осы қалада жазды. Барлық шығармаларым осы қалада шықты. Әрине енді ауылда тусақ та қалалық болдық. Бұл ауыл не қала не бәрібір екеуі де бауыр басқан жер. Біз енді қалалық болдық деп ауылға бет бұрмай кетпейміз. Бәруақ бүйрегіміз ауылға бұрып тұрады. Бірақ барлық енді осы 60 жасыма дейінгі барлық жеткен дәрежемнің бәрі осы қалаға байланысты. Қаламен біте қайнасқан. Сондықтан мен енді өз қаламды әрине жақсы көремін. Дами берсе екен деймін. Қай жағынан болса да әсемдене берсе екен. Сырттан келетіндер, ой, мынау Шымкент мынандай екен ғой деп қызықса деймін. Ал енді біздің қала Қазақстандағы ең қазақшылықты ұстап тұрған қала. Оған ешкімнің дауы жоқ. Қызылорда екеуі. Міне осындай қазақтың нағыз үйісқан жері Шымкент қаласы жасай берсін.